Сәлеметсіздер ме? Дамумед қосымшасы арқылы баламызды қалай дәрігердің қабылдауына жазамыз. Және де анализдерді қайдан көреміз. Сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші Дамумед қосымшасына кіреміз. Содан кейін мінекей бастапқы бетінде осылай шығады. Үстінде С.Ә деп тұр, яғни Смағұлова Әйгерім. Соны басамыз. Астында екі қызым шығады, сіздерде сол сияқты балаларыңыз шығады. Сосын біреуін таңдайсыз. Қайсысын анализдарын көресіз, немесе дәрігер қабылдауына жазғыңыз келеді, соны таңдайсыз. Результаты анализов дегенде перейти деген бар, яғни өту. Соны басасыз. Өтуді басқаннан кейін барлық ақпараттар шығады. Яғни анализі, және де қандай анализ тапсырған, қай жерде тапсырғаны, уақыты түгел шығады. Соның үстінен бассаңыз, мысалы біреуін таңдап үстіне бассаңыз, түгел ақпараттар беріледі. Содан кейін мысалы участковый врач, яғни сіз өзіңіздің врачыңызға қабылдауына жазылғыңыз келеді. Онда запись к участковому деген бар, соны таңдайсыз. Егер үйге шақырғыңыз келсе, вызов на дом дейсіз. Ең бірінші, яғни қабылдауға жазылу үшін сізге дәрігерді таңдасын деп тұрады. Сол дәрігерді таңдайсыз. Ол кезде дети деген, яғни бөлек, взрослый деген бөлек. Сол дети деген балаларға дегенді таңдайсыз. Содан кейін уақыт таңдайсыз. Мысалы 2023 апрелінде сәрсенбі күнге бар екен, ал понедельник, вторник күніне жоқ екен. Яғни сәрсенбі күніне таңдап, астында уақытының біреуін таңдайсыз. Сағат 12-ке ма, немесе 1-ге ма. Мен мысалы 12-15-ке деп жаздым. Причинасын жазбай ақ қойсаңыз болады. Содан кейін записаться дейсіз. Мінекей.